Өмірлік әңгімелер. Ене анаңдай бола алмайды. Оқырман хатынан. Ішкі сырыммен сізбен бөлісер алдында көп ойландым. Көпке топырақ шашып, аналарға сөз келтіруден аулақпын. Алайда енелердің көпшілігінің қолынан келе бермейтіні келінді өз қызындай қабылдай алмауы. Менің енем осындай жандардың қатарынан. Әңгіме бір жақты деп мені сөкпеңіздер. Бұл менің бар шындығым. Ішімді күйдіріп, жанымды жегідей жеген жан сырым. Қазіргі таңдағы ішкі күйім. Есімім Бибігүл. Оңтүстік өңірінің қызымын. Отбасында жалғыз қыз, әкемнің еркесі едім. Анам қазақ. Анамды да, мені де қатты жақсы көретін. Анам менен кейін құрсақ көтере алмапты. Осы себепті әкеме екінші әйел ал, отбасын құрып, артыңда ізіңді жалғастырар еркек кіндік болсын деп ризашылығын берсе де әкем, қажет емес, қызым бар ғой, осы қызым аман болсын, деп анамның сөзіне келіспей қойыпты. Дегенмен мен бала күнімнен бауырларым, әпке сіңілі, аға інілерім болса екен деп армандайтынмын. Бірде әкемнен: әке, неге менің бауырларым жоқ? Өзге балалар секілді мен де бауырларым болғанын қалаймын. Дегенімде әкем маған қарап, басымнан сипап: жаным, қызым, саған ешкімнің керегі жоқ. Сен өзің бәрінен өте аласың. Бір өзің мен үшін бүкіл әлемге татисың, деп бауырына қысып, құшырлана иіскеп еді. Сонан кейін мен бұл тақырыпты қайта қозғамап едім. Үйде жалғыз бала болғаныммен әкем еркелетудің де, қатаң ұстаудың да шегін білетін. Бой жете бастаған шағымнан ақ әкемнің: қызым, сен бой жетіп қалдың, өзіңе берік бол, артыңнан сөз ергізіп, кімнің қызы? Пәленшенің қызы дегендей жігіттермен қылмыңдап, шешең екеумізге сөз келтіруші болма, деген сөзін санама мықтап сіңіріп өстім. Мектеп қабырғасынан шыққанша жігіт атаулымен сөйлеспедім де, ешкіммен көңіл жарастырып, бала махаббат дегенді де көрмедім. Қарапайым орта отбасында ата-анам тамақтан да, киімнен де таршылық көрсетпей өсірді. Отбасымызда айғай, шусыз, ата-анам бір-бірімен сыйластық пен татулықта, берекелі отбасында өсіп бой жеттім. Мектепті бітірген соң қалаға медицина колледжіне оқуға түстім. Сабағымды жақсы оқыдым, өзімді сұлумын деп айта алмаймын. Кәдімгі қарапайым, қараторы қыз болатынмын. Студент атанғанымда көңіл білдіріп, сөз салатын жігіттердің қатары көбейе бастады. Алайда өзіме ұнаған жанды кездестірмеген едім. Осылай жүргенімде күздің алғашқы айында 3-ші курсқа өткен уақытта бір жігітпен танысып, екеуміз бір-бірімізді ұнатып, қыз-жігіт болып кездесіп жүре бастадық. Жігіттің есімі Жасұлан болатын. Бойы ұзын, қараторының тартымдысы, мінезі салмақты, қарапайым жігіт болатын. Қыстың ақпан айында туған күнімді құрбыларыммен атап өтпек болып шағын мейрамханаға жиналған едік. Сол жерде Жасұлан маған күтпеген тосын сый жасап, үлкен букет гүлі мен өзіммен бірдей үлкен қонжығы бар мейрамханаға кіріп келді. Өмірімде алғаш рет жігітпен туған күнімде бірінші рет сыйлық алып, мен үшін бұл керемет тосын сый болды. Жасұланның романтикаға жақындығы, менің оның өмірінде қаншалықты маңызды екендігім көңіліме қуаныш сыйлады. Оның маған деген шынайы махаббатын сезіндім. Мен анаммен сырлас болатынмын. Анама жігітімнің бар екенін, оны ұнатып, жақсы көріп қалғанымды жасырмай айттым. Анам әкеме бұл сыйлықты құрбылары сыйлапты деп, әкеме ештеңе білдірмедік. Әкем өзге ұлттың адамы болғандықтан, қызды алып қашу деген надандық. Мен қызымды жөн жоралғысымен қолдан беремін деп құлақ қағыс етеді ме, солай көп айтатын. Мен бой жете бастағаннан әкемнің дос жарандарының арасынан құда түскен жандар болды. Алайда әкем: қызым жас әлі, оқуын аяқтасын, деп ешкімге ыңғай бермейтін.
Осылай әкемнен жасырып, Жасұланмен кездесіп, бір жылдай уақыт жүргенімізде, Жасұлан өзінің туған күнінде маған және бір тосын сый жасады. Анасы мен туыстары маған құда түсіп, әке-шешемнің алдынан өтуге үйге келді. Мен мұны мүлде хабарым жоқ еді. Бұл жайды жігітім алдында қалжың аралас етіп айтқанында мән бермеген болатымын. Алайда әкем қызым әлі жас деп келісім бермей қойды. Әкем келісім бермеген соң, анасы ашуланып, көңіл күйі түсіп, қош айтыспай шығып кетті. Кейін әкем: әлгі кісінің баласы сені ұнатып жүр екен ғой, онымен қанша уақыттан бері сөйлесіп жүрсің дегенінде мен шындығымды айттым. Сонда әкем: қызым, мен саған ескертіп едім ғой, оқуыңды бітірмей тұрмысқа шықпайсың, жігіт мігіт дегенді естімейтін болайын деп, сен әлі жассың, алдымен оқуыңды бітір деп қатқыл ескертті. Жасұлан сонда да дегенінен қайтпады. Мені шын сүйеді екен. Әкем рұқсат бермесе де, екеуміз жасырын кездесіп жүре бердік. Уақыт зымырап өтіп жатты. Мен оқуымды аяқтап, ауруханаға мейірбике болып жұмысқа орналастым. Осы кездері Жасұланның қарындастары мен жақынырақ танысып, араласа бастадық. Содан бір күні қарындасы маған: бибігүл әпке, сізді мамам келін қылып алғысы келмейді. Ағамды жайына қойсаңыз қайтеді? Уақыт өткізбей үйленіп, үй жай болсын. Екеуіңіздің жүргендеріңізге 5 жыл болды ғой. Ағам сіздің көңіліңізге қарап, мамамның сізге үйленуіне қарсы екенін айта алмаған болар. Мамам сізді де, отбасыңызды да ұнатпайды. Босқа үміттенбеңіз. Ағамды да босқа үміттендіріп, уақытын алмаңыз. Оны жайына қойыңыз дегенінде не айтарымды білмей тұрып қалдым. Жігітімнің қарындасының сөзі көңіліме қатты тиіп, онымен кездесуден бас тартып едім. Жасұлан: бүкіл әлем қарсы болса да саған үйленемін деп дегенінен қайтпай, анасын көндіріп, менің әкеммен де сөйлесіп, қыс мезгілінде екеуміз үйленіп, отбасын құрдық. Тойдан кейін өте бақытты едім. Келін болып түскен жеріме үйренісе бастадым. Енемді анамдай көріп, көңілінен шығуға тырыстым. Үй ішіндегілердің барлығымен жақсы қарым қатынас құра білдім. Алайда қуанышым ұзаққа созылмады. Аспанда қара бұлт қаптап, қуанышымның артынан қайғы жамыларымды кім білген. Бір күні таңғы 5-тер шамасында анам хабарласып: бибі, әкең қатты ауырып, қысылып жатыр. Жедел жәрдем шақыртып едім, әлі келмей жатыр. Сен де хабарласшы, әріптестерің ғой, деген анамның қобалжулы дауысын естігенде, енеме айтып, күйеуіммен үйге қарай жедел шықтық. Бұл кезде мейірбике болып емханада жұмыс істейтінмін. Жолай жұмысқа кіріп, емхананың жедел жәрдемін алып барсам, әріптестерім көмектесер деген ойым еді. Алайда әріптестерім: компьютерге вызов түспей бара алмаймыз деді. Содан амал жоқ, төркініме үйге келсем, әкемнің тыныс алуы қиындап бара жатыр екен. Жанына отыра қалып, қолынан ұстап, көзімнен жас сорғалай берді. Мен келген соң, артымнан 5 минуттан кейін емхананың жедел жәрдемі мен әріптестерім келді. Ал анам хабарласқан 103 жедел жәрдемі тек сағат 8-де 3 сағатқа кешігіп келді. Келгендері мен әкеме ешқандай көмек бере алмады. Өзім де медицина қызметкері болғанымен, әкемнің өміріне араша түсе алмай, әкешімнен айырылып қалдық. Анам екеумізге бұл жағдай өте ауыр тиді. Анашым үлкен үйде жалғыз өзі қалды. Осы кезде іштей: әттең, бауырларым болғанда ғой, тым болмағанда анамның жанына жалау болар еді. Әкемнің аты өшпей, артында тұяғы қалар еді, деп қатты қынжылдым. Жүрегім сыздап, әкемді ақтық сапарға шығарып салып, жер қойнына тапсырып келдім. Анамды уайымдап, айына 1 рет енемнен сұранып барып, бір күн қонып қайтатынмын. Осы кезде бір күні енем менің жағдайымды түсінгісі келмей маған қарап:
Сен осы әкеңнің кеткенін сылтауратып төркініңе баруды жиілеттің ғой. Менің қызым үйге 2-3 айда әзер келіп кетеді, деп кейіп сөйлене бастады. Өзім қайғы жұтып жүргенімде, енемнің бұл сөзі одан әрі жүрегімді ауыртты. Әкем қайтқан соң көп ұзамай аяғымның ауыр екенін білдім. Сәбилі болатынымды білгенде басымдағы қайғы мұңым сейілгендей болды. Алайда әкем кеткен соң енемнің маған деген қарым қатынасы өзгере бастады. Алдында әкемнің мінезінен аяқ тартатын, енді тым еркінсіп өктем сөйлеп, тырнақ астынан кір іздеп, мені отырсам опақ, тұрсам сопақ қылатын болды. Жұмыс істеп жүргенімде енем: ақшаларыңды маған беріп қойыңдар, мен жинап отырамын. Әкең марқұм Жасұланға деп алып қойған жерге үй салып, бөлек шығарамын деген соң, күйеуім екеуміз бар тапқанымызды енемнің алақанына салып отырдық. Босанатын уақытым жақындағанда жұмыстан декреттік демалысқа шығып үйде отырдым. Осы кезде енем: өз үйлеріңді өздерің салып, бөлек шығатын әрекеттеріңді жасаңдар, деп сөйлейтінді шығарды. Енем келсе, шеке басы тырысып, жақтырмай: маған анаң мүлде үйіме келмесін, деп анамның келуіне қарсы болды. Анам байғұс жалғыз қызы маған келмегенде басқа кімге барады? Өзім жиірек барып тұрайын десем сөйленеді. Енемнің бұл іс-әрекеті, сөздері де қатты көңіліме келді. Уақыт өте енем менің жасаған тамағымнан, кір жуып, үй жинағанымнан, әр ісімнен мін тауып, тырнақ астынан кір іздеп, маған шүйлігіп алды. Күнде жатарда ертесін маған тиіспесінші, бір күнім тыныштықпен өтсінші, деп білген сүрелерімді оқып, Аллаға сиынып жататын болдым. Бір күні таңертең ерте тұрып, күйеуіме таңғы асын беріп, жұмысқа шығарып салып, үйге өз бөлмеме кірсем, енем теріс қарап біздің жатын төсегімізге күбірлеп, бірдемені айтып, су бүркіп жатыр. Кіріп келген мені көре салып, қипақтап қалды да: қазақылықпен үйді оқып тазалап жатырмын, деп жылдан басып бөлмемізден шығып кетті. Менде ешқандай арам ой болмай, солай шығар дедім де мән бермей жүре бердім. Алайда енемнің жиі біздің бөлмемізге су бүркіп, бұрыш-бұрышына топырақ сеуіп кететінін байқадым. Іштей: үйді тазаласа, неге барлық бөлмені бірдей тазаламайды? Біздің жатын бөлмемізге ғана дем салады, деп бір түрлі күмәнданып қалдым. Мұнымен қоймай, шифонердегі киімдерімнің де өзім қойған орындарынан ауысып кететінін байқадым. Жақында ғана алған көйлегімнің етегінің қырқылып тұрғанын көргенде, мұның да енемнің ісі екенін сездім. Енемнің осындай күмәнді істері тыйылмады. Туған туыс қонаққа шақырса, күйеуімді ертіп бірге кететін, ал мені жанымнан қағып соғып, ертпей өтіп кететін. Той-томалақ, жиын тойға бармай, үйде жалғыз өзім қалатынмын. Қайын сіңілім мен қайныларыммен ұрыстырып қоятын. Олар да анасынан именгеннен үндемей менімен сөйлеспей қоятын. Осы орайда бауырларды ажыратып, арасына от салатын әйел деген сөзді теріске шығарар едім. Үйді айрандай үйітіп отыратын ақылшысы, үлкені ата-ене болғандықтан, бауырлардың ауызбіршілігі осы кісілерге байланысты дер едім. Ал Жасұлан анасының мінезін білетін, маған: шыдашы, немерелі болған соң қоятын шығар, дейтін. Осындай тозақта жүріп, әйтеуір аман есен қыз босандым. Перзентханадан шығып үйге келген соң, енем маған да, қызыма да қарамады. Тіпті ауруханаға да артымнан келмеген болатын. Қабағынан қар жауып, шеке басы тырысып қарсы алды. Жаңа босанып келген маған от жағып, кешке тамақ істе, деп бұйыра сөйледі. Ешқандай күтімім болмады. Баяғыдай үй шаруасына жегіп қойды. Тіпті немерелі болдым-ау деген қуанышты енемнің жүзінен байқай алмадым. Бірақ үйдегі жағдайды сыртқа білдірмедім. Анам енемнің сырын біліп қалған ғой. Маған: күйеуіңмен жақсы бол, ортада бала бар,
ажырасуды ойлама дейтін. Осылай жүргенде қызым 3 айға толғанда қызуы көтеріліп қатты ауырды. Осы кезде енем өзінің қазақы емін жасап жедел жәрдем шақыртпай қойды. Сол кездері неге мұнша көнбіс болғанымды білмеймін. Адам жақтан туыстар көп араласа бермейтін. Естуімше, енем дауаханарға көп барады екен. Тылсым дүниеге көп жүгінетінге ұқсайды. Үйге де танымайтын бір әйелдерді емші деп алып келіп, бірдемелер оқытып жататын. Қызым қиналып, ауырып жатқанын көре тұра, енемнің жүрегі селт етпеді. Күйеуім де енемнің сөзінен шыға алмай, қипақтап жүрді де қойды. Сөйтіп, 3-ші күні енем төркініне қонаққа кеткенде ғана жедел жәрдем шақырып, ауруханаға жатқызды. Осы кезде артымнан күйеуім ғана келіп жүрді. Тамақты да көшедегі асханадан сатып алып келіп жүрді. Осылай біраз күн жатып, емделіп шықтық. Енем, өз балаңды емдей алмасаң, несіне медикпендеп жүрсің? Деп бала ауырса маған дүрсе қоя беретін. Түсінігі өте саяз адам еді. Жолдасымды жақсы көргеннен кейін енемнің мінезіне шыдап жүре бердім. Болашақта бөлек кетеміз ғой деп сабырмен тосып жүрдім. Жақсы күндерден күдерімді үзбедім. Қызым 6 айға толғанда екіншіме аяғым ауырлап қалды. Осы кезде енем, сенің балаң керек емес, алдыртып таста дегенінде жағамды ұстап, жүрегім қатты ауырды. Өзінің немересі емес пе еді, әулетінің ізі ғой. Мені неге соншалықты жек көретінін түсіне алмадым. Қызым жыласа, телесериал көруіме кедергі жасайды, алып кет деп ұрсатын. Қайныларым мен қайынсіңлерім көтерісіп қараса енем, шешесіне бер, өзі қарасын деп жеки жөнелетін. Енем жоқта кең тыныстап, дәмді тағам пісіріп, барлығымыз сөйлесіп, керемет дем алып жүреміз. Ол кісі үйде кезде үйдің аурасының өзі ауыр болады. Осылай енеге жақпай, көзімнің жасын бір сығып алып жүре беретінмін. Осылай жүргенімде өз анам науқастанып, маған хабарласып келуімді өтінді. Енемнен сұранып барып, анамның жанында бір күн болып, дәрісін егіп, қарасып қайттым. Төркініме 1-2 күнге ғана қонуға жіберетін еді. Сөйтіп, ертесінде кешке қарай үйге келсем, енем маған қарап, не жаңалық, шешең өліп қалды ма? Дейді. Енемнің бұл сөзіне қатты ызам келді. Осындайда сөз болады ма екен? Ашуланып, өз-өзімді ұстай алмай, алғаш рет енемнің бетіне келіп, апа, менің анам өліп қалса, сіз маған шешемнің орнына шеше боласыз ба? Деп едім, енем маған сөз қайтардың деп, жаны шығып, мені жерден алып, жерге салды. Әрине, қорқақты ұра берсең, батыр болады дегендей, өзі менің тілімді шығарды ғой. Қашанғы үндемей жүре беремін, шыдамның да шегі бар шығар. Жазықсыз жапа шегіп, сөз естуден шаршадым. Осылай жүріп, екіншімді босандым. Ұл бала болды. Алайда кіндігі оралып туылып, жан сақтау бөліміне жатқызды. Инфекция бар, сепсис деп диагноз қойды. 1 аптадан кейін ұлымның беті қарап, палатаға шықтық. Палатаға шыққаннан кейін енем келіп, ары қарай жата берудің қажеті жоқ, өзі медик, үйде емделеді деп шығарып алып кетті. Үйге келген соң, сол баяғыдай ешқандай күтіну жоқ, сәбиім әлсіз. Осының барлығын көре тұра, енем үй шаруасын істе, от жақ, тамақ жаса деп отырып алып бұйыра бастағанда мен. Маған да, балама да күтім керек. Бір қора адамсыздар ғой, ес жиып, өз-өзіме келуге мұрша беріңіздер, деп едім. Енем түтігіп, қыстың күні қырауда. Сендей келіннің маған керегі жоқ. Басында сені жақтырмаған едім. Келін еткім келмеген. Туған балаларың да ауру. Баламнан ажырасасың, төркініңе жоғал. Деп үйден қуды да шықты. Жолдасып жұмыста болатын. Оған хабарласа алмай, баламды көтеріп, қызымды жетектеп, автобуспен көрші ауылдағы анамның үйіне төркініме келдім. Келген соң балам ауырып, ауруханаға түстік.
Арада бір жеті өткен соң, соңымнан ауруханаға күйеуім келді. Оны да аяйтымын. Анасы әбден миын ашытып, мезі етіп жіберген еді. Болмаса, күйеуім сабырлы, жақсы жігіт болатын. Анадан жақсы да, жаман да туылады екен ғой. Анасы сол қызға үйленбе дегенімде тыңдамадың деп, оның да жүйкесін жұқартып жіберген еді. Дегенмен күйеуім екеуміз бір-бірімізді жақсы көретінбіз. Жасұлан маған: Бибігүл, жүрші үйге, 40-ына шыдағанда 41-не шыдамайсың ба? Мен үй салуға әрекет жасап жатырмын. Осы уақытқа дейін анама ақшаны бекер жинаппыз. Шетінен сала беруіміз керек еді. Енді ақша да жоқ, үй де жоқ. Мен анда, сен мұнда, балалар да қиналып кетті. Жанымда болсаң, екеуіміз бірдеңе қылып тездетіп үйді бітіріп аламыз. Анамның сөзіне мән бермей, кішкене шыдап жүре тұршы, деп өтінген соң, күйеуіме еріп қайта келдім. Сөйтіп едім, енем мен табалдырықты аттағаннан: Сен қатынның намысыңда жоқ па? Кет дегенде ит те кетеді. Әлде екі баламен шешеңнің даңғарда үйіне сыймадың ба? Ауру балаларыңмен кімге керексің сен, менің ақымақ баламнан басқа? Кезінде ана өзбек әкең алдына барғанымызда сені бермей қойып еді ғой. Соның барлығын ананың алдына келтірдім. Түбінде сенің де көзіңді құртамын дегенінде ашу-ызаға булығып тұрсам да, күйеуім үшін үндемей өз бөлмеме өтіп кеттім. Енемнің сөзіне де, ісіне де мән бермеуге шыдауға тырыстым. Алайда сол үйге барсақ болды, балаларым қайта-қайта ауыра береді. Өзімнің де мазам қаша беретін еді. Осылай жүргенде 40-мыздан шығардың алдында ұлым және ауырып, ауруханаға түстік. Сонда енем міз бақпастан: Мен саған тума дегенмін, енді өзің қарап ал, деп артымыздан жағдайымызды сұрап келмейді қойды. Ұлым, кішкентай періштем, беті бері қарамай ауруханада көз жұмды. Оның қазасына сене алмадым. Құдды тәтті ұйқыда ұйықтап жатқандай еді. Қолыма алсам, оянып емшек сұрайтындай. Күйеуім мен дәрігерлер баланы жерлеу керек дегенде, құшағыма қысып алып, 2 сағат ешкімге бермей отырдым. Соңында маған ұйықтататын дәрі егіп, күйеуім ұлымды алып кетіп, өз үйінен жерледі. Жаназаға келген туған туыстан жыламаған адам қалмады. Ал енемнің көзінен бір тамшы да жас шықпады. Неткен қатыгез, тас жүрек адам еді. Бұл жағдай маған өте ауыр соққы болды. Ештеңе ішпей жемей, бір жетіде 10 килограмм салмақ қостым. Бір мезетте шаштарым ағарып, шиеленісіп түсіп қалды. Осы арада қызым да қайта-қайта ауырды. Оны Шымкент қаласына апарып қаратып, емдетіп жүрдік. Қаражаттан қысыла бастаған соң мен жұмысқа шықтым. Бір күні жұмыстан келсем, қызым қатты қызуы шығып, ыңқылдап жатыр. Оны көріп, дереу жедел жәрдем шақырмақ болғанымда енем: Қызу түсіретін дәрі еге салмайсың ба? Өзің медиксің ғой, деп сөйлене бастағанда, жедел жәрдем шақыртып, ауруханаға кетіп қалдым. Сөйтсем артымнан күйеуіме: Сол кеткеннен қайтып келмесін, депті. Өзі айтқанындай, ит кет дегенде кетеді ғой. Демекші, ит құрлы жоқпын ба? Бұлай жүре берсем, қызымнан да айырылып қалармын, деп жолдасыма: Енді мен ол үйге бармаймын. Үйімізді бітір, сол үйге бірақ барамын. Бұдан әрі шыдай алмаймын, деп қайтарып жібердім. Бір күні анам: Қызың мен өзіңе дем салдырып, қазақы емге жүгініп көрсең қайтеді? Қатты жүдеп кеттің ғой, деген соң, көрші ауылда тұратын көріпкел емші апаға бардық. Сонда Әзима апа мен кіргеннен есінеп, көзі жасаурап отыр деп ымдады. Сөйтті де маған қарап: Саған аяғың ауыр кезде дуа жасалған, өте ауыр түрі, қабірдің топырағын көрінеді. Сол іштегі сәбиге өтіп кеткен. Ғұмыр жасы тым қысқа болыпты періштеннің. Аллам өзі панасына алсын. Бойыңда бірнеше түрі бар. Сені ұзақ оқу керек, деп сол күні дем салып оқып берді. Сөйтіп апаға оқытыла бастағанда, басымның ауырғаны қойып, денемді басқан ауырлық сейіліп бара жатқандай жеңілдей бастадым.
Емші апаға толық оқытылғанымда құлан таза айығып кетермедім. Әзима апа аяқ астынан науқастанып көп ұзамай бақилық болып кетті. Жаны жәннатта болсын апаның. Сөйтіп емі аяқсыз қалды. Қазіргі таңда күйеуім келіп кетіп тұрады. Оны да енем оқытып тастаған ба, анасының сөзін сөйлеп, менімен ұрсатынды шығарды. Сен шыдауың керек еді, дейді. Мені онда адам құрлы көрмесе, жарайды, мені қойшы, өз немерелеріне жаны ашып, бауырына баспағанына қатты қынжыламын. Ата-анам менде құда-құдағи сыйласа алмады. Өз тапқанымызды өзімізге жарата алмасақ, үйіміз анау бітпей тұр. Күйеуім екеуміз заңды түрде ажырасқан жоқпыз. Не бірге тұра алмаймыз, не анда жоқ, не мында жоқ. Денсаулығым мен жүйкем тозып барады. Соңғы кездері ештемеге зауқым жоқ. Өмір сүргім де келмейді. Бізді осылай тоздырып жіберген енеме қатты ренжулімін. Неге енелер келінді қызындай қабылдай алмайды? Өздерінің де қыздары бар ғой. Олар да өзге шаңыраққа келін болғанда қыздарына осындай қарым қатынас жасаса қалай болар еді? Ана деген аты бар ғой. Сол атқа лайықты болып, жасы келгенде келінге бір ауыз жылы сөз айтып, өмірлік тәжірибесімен бөлісіп, бауырына тартса, келін де сол үйге тастай батып, судай сіңіп кетер еді. Енем де бір кездері келін болды. Сол кезде осы мінезінен және үй тіршілігіне олақтығынан өз кемшіліктерін мойындағысы келмей, ешкіммен сыйыса алмай, ұрсысып, бөлек шығып кеткен екен. Ал мен енемді мама деп, ол кісіге сөз қайтарып, бетіне келген емес едім. Тілімді өзі шығарды. Мен үшін ең қиыны ұлымның өлімі болды. Жазықсыз бейкүнә сәбиімнің обалы енемнің мойнында. Сол жағдайдан кейін еңсемді көтере алар емеспін. Бұрын ішімдік ішпейтін жолдасым соңғы кездері ішетінді шығарыпты. Отбасымыздың шаңырағы шайқалып тұр. Ары қарай не болатынын білмеймін. Әрине, жанымда анам бар. Анамның барына шүкір деймін. Ол кісі де отбасыңды сақтап қал. Жолдасыңмен осында тұра беріңдер. Даңғарадай үйде жалғызбын. Осы үй саған қалады. Уайымдамай жұмысыңды істе. Өз-өзіңді қолға ал дейді. Дегенмен дуаның әсері ме, еңсемді көтере алар емеспін. Иә, көзімнің жеткені ене ешқандай анаңдай бола алмайды екен. Автордан. Ене мен келін тақырыбы қашанда өзекті мәселелердің бірі болған. Аз да болса, өмірдің біраз ыстық суығын көрген, бір әулетке үлкен келін болған әйел, ана, жар ретінде өмірлік тәжірибеме сүйене отырып, кейіпкерді сабырлы болуға, өз-өзін қолға алуға шақырамын. Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербете алады. Мұның барлығы басыңызға келіп жатқан сынақ деп қабылдаңыз. Жаратқанның өзі тек мықты адамдарға сынақты береді екен. Осы сынақтарға сынбай, еңсеңізді көтеріңіз. Сиырға туған күн бұзауға туады дегендей, пенденің басына не келіп, не кетпейді. 21 ғасырда жап-жас болып, енем бүйтті, күйеуім сөйтті деп езіліп отыра беру дұрыс емес. Сүйікті іс тауып, сонымен де айналысыңыз. Бар энергияңызды соған жұмсаңыз. Кез келген күйзелісті жағдай адамға мотивация болады екен. Жетістікке жеткен талай жандар осындай күйзелісті жағдайларда өз-өздерін қолға алып, бар күш-жігерін өзіне пайдалы, тиімді іске жұмсап, биіктерге көтеріле алған екен. Осы себепті басыңызда болып жатқан жағдайларға екінші қырынан қарап, өзіңізге тиімді жағын қарастырыңыз. Бұл менің жеке пікірім. Тыңдарман тарапынан да айтылатын ақыл кеңесті ой елегінен өткізіп, ақылға салып, ойланып, дұрыс шешім шығара аларсыз деп сенемін. Қымбатты да құрметті тыңдармандарым, лайк басып, өз ойларыңызды ортаға сала отырыңыздар.